Қасиетті Ұлытау өңірінің заманында талай тарихи оқиғалар өткен ғой. Ашылғандарынан ашылмай, сырды бойына бүгіп жатқандары көп екені даусыз. Соның бірі осы Қандыбұлақ оқиғасы. Бұл оқиға заманында аймақтағы елді еңіреткен қара жүрек зұлымдықтың бұрын-соңды құлақ естіп, көз көрмеген көрінісі еді. Қорғасын селосы, Шеңбер ауылының орталығы. Осы қорғасынның оңтүстік-шығысында, Ұлытау мен екі арада Арғанаты тауының сілемі Алайғыр деген адыр бар. 1964 жылға дейін бұл жерде Кеңшардың қыстағы болды, кейін бос қалды. Осы адырдың батыс жақ етегінде бір бұлақ бар. Мұны ел Қандыбұлақ деп атайды. Бұлақты шарбақпен қоршағандай, тура жиегін дөңгелетіп көмген адамның моласы. Бұлаққа сол молалардың арасымен ғана барады. Жағалай 15-20 адам көбілген. Кеңшар кезінде мұнда жазда шөпшілер бригадасы отырады. Мен шофер болып жүрген кезімде Алтуаяты басып, осы бұлақты басып, Ұлытауға қалаға баратын едік. Мен осы бұлақтың Қандыбұлақ деп аталуы құжынап жатқан қорымдағы марқұмдар қалай қайтыс болғаны мазалай беретін. Бұлар оба ауруынан ба, әлде аштықтан ба, әйтеуір бір себеппен қырылып қалып, содан бұлақ Қандыбұлақ атанған шығар деп ойлайтынмын. Ауылдың көптігі өрген көнекөз кәріқұлақ қарияларының бәрі білмейді. Олар да менің болжамымды айтады. Бұл Қандыбұлақтың сұмдық оқиғасы ойда жоқта естідім. 1965 жыл кезекті еңбек демалысымды алып, әкемнің тапсырмасымен сол кісінің Атбасардың арғы жағында Жалтыр станциясында тұратын Зәмзәмбай деген қарындасына барып қайтпақ болып, арқалықтан пойызға отырдым. Мен кірген купеде 60 талқымдаған, әдемі ақсақалы омырауына жапқан үлкен кісі отыр екен. Мен сол кісінің үйіне келгендей елпілдеп қарсы алды. Жайғасып отырғаннан кейін үлкен кісілердің әдетімен аты жөнімді, руымды, қайдан келе жатқанымды, қайда баратынымды тәппіштеп сұрап алды да өзінің атын Сағындық Есенаманов деп таныстырды. Сен Шеңбер кеңшарынанмын дедің бе? Орталығы Дәбейде ғой. Я, орталығы Қорғасын селосы дедім. Ол кейінгі атауы ғой. Жарайды, сен осы Ұлытау мен Дәбейдің арасындағы Алайғыр деген жерді білесің бе деді. Менің құлағым елең ете қалды. Я, білемін дедім. Ол біздің ата мекеніміз екен. Ата мекеніңіз болса, сол жердегі бұлақтың Қандыбұлақ деп неге аталғанын, жағалай жатқан адамдардың қалай өлгенін де білетін шығарсыз дедім. Я, шырағым, ол сұмдық оқиға болыпты. Әкем марқұм сол оқиғаны егіліп отырып айтып беріп еді. Бұл бір ұзақ әңгіме. Әуелі тамақтанып алайық деп, столдың үстіне қазы қарта неше түрлі тамақтарды қойды. Менің есіл дертім тамақта емес, жаңағы әңгімені тезірек айтса деп отырмын. Тамақты ішіп болдық. Қолымызды жуып келіп жайғасқаннан кейін, ал шырағым, мұны білген жөн. Тыңда, Қандыбұлақ оқиғасын айтып берейін. Бір кездері керек болар деп әңгімені бастады. Я, бұл шынында да Қандыбұлақ. Бұл жерде сан шаңырақ қалды құлап деп өлеңмен бастады. Басында мұның аты Бастаубұлақ екен. Бұл жерде 10 үй кедей көпшіктер мекендеп, алқабын егін салып, одан азнаулақ өнім алып күнелтеді екен. Ауылда Қазыбек деген орта шаруа иесі басқарады. Ол кісі өте әділ, қайырымы мол, ойдан орып қырдан қырып табатын табыскер. Өзі аңшы, мерген кісі болыпты. Ауылға кедейшілік тауқыметін тартқызбаған. Қазыбек аяқ астынан ауырып қайтыс болады да, ауылға оның 19 жасар ұлы Әлім басшылық жасайды. Әлімнің жүйрік, Алайғыры, Құмай деген ала тазысы болады. Ауылды қысы-жазы аңның етімен қамтамасыз етіп отырады екен. Сол кезде аймағынан айтқанын екі еткізбейтін Зекет деген бай болыпты.
қарулы жігіттерден бұзықтар, ұрылар ұстайды екен. Сол бай Әлімнің алайғырына қызығып сұратып жібереді: астындағы алайғырды менің балам Жанайға берсін, жылқымнан таңдап тұрып бірі талсын дейді. Жаушылар келіп байдың сөзін жеткізеді: ат ерінің қанаты дейді дана халқымыз, маған қанатыңды қиып бер дегені ме? Байекеңнің бұл қай қолқасы? Мен осы атыммен бірге ауылға азды-көпті несібе тауып беріп отырмын. Үйірлеп жылқы берсе де атымды бере алмаймын деп қайтарады. Ешкімнен беті қайтпаған, кедейлер түгіл өзі теңдес байлардың өзі қарсы сөз айтпаған Зекет ашуға мініп: егіндерін жылқыға таптатыңдар, атты тартып әкеліңдер деп баласын басшы етіп, сен тұр мен атайын дейтін 10 жігітті жібереді. Адамдардың бәрі егін суарып, егістің басында жүргенде қалың жылқы егісті таптап өтеді. Сол жерде соғыс болып, Әлім бастаған ауыл адамдары 10 жігітті күрекпен, кетпенмен ұрып жығады. Байдың баласының бір көзі ағып түседі. Әлім жылқыдан бір үйірді бөліп алып қалады. Ебіл-дебіл боп, байдың жігіттері бір көзінен айырылған баласы келеді. Мұны көрген бай нағыз қаныпезерлік әрекетті ойлап табады. 30 қылар хан мен 30 жігітті түнде аттандырып, үйлерді адам шықпайтындай етіп шандып, өртеп жіберіңдер. Бірде-бір адам бесіктегі балаға дейін тірі қалмасын. Әлімді байлап маған алып келіңдер деп бұйырады. Байдың жаналғыштары шырт ұйқыда жатқан ауылға келіп, күзетте жүрген 4-5 жігітті аңдаусызда өлтіріп, үйлерді шандып, Әлімді ұйықтап жатқан жерінде күзетшілердің бірінен бөліп алып, күзетшіні өлтіріп, Әлімді байлап алады. Ауылды өртейді. Тек бір Қарақостан 14 жасар Құралай деген қыз бала қашып шығып, бір шұңқырға жасырынып қалады. Әлімнің қол-аяғын байлап, атқа теріс қаратып мінгізіп, байдың алдына алып келеді. Таң атқанша Әлімді 4 қазыққа керіп тастайды да, таңертең бір бұзау тайыншаны бүтеу сойдырып жіберіп, терінің ішіне Әлімді салып, таудың беткейіне, тастың үстіне апарып тастаңдар. Мұның көзін мен емес, қарға құзғын ойсын, еті ит құсқа жем болсын, сүйегін ит кемірсін деп бұйырады. 6 жігіт тұлыпқа салынған Әлімді жайдақ атқа көлденең танып, таудың беткейіне әкеліп тастайды. Жанын көзіне көрсетіп: бір тобатай су қойыңдар, сол судан іше алмай қор болып қаталап өлсін деген байдың тапсырмасын бұлжытпай орындайды. Байға мұның дұрыс емес деп айтуға ешкімнің де батылы жетпейді. Әркім өз үйінде аза тұтып, көз жастарын көл етіп отырады. Байдың бәйбішесі Қадиша ақылды адам болыпты. «Оу мырзам, мынауың бұрын құлақ естіп көз көрмеген сұмдық оқиға болды. Баланың көзі үшін бір ауылды отқа орап қырып тастадың. Бұл қанды оқиғаны Алла кешіре ме? Елдің бетіне қалай қарайсың? Елге қарабет болдық қой. Мыңдаған жылқың тұрып, кедейдің астындағы жалғыз атына жармасудың не реті бар? Оны енді азаптап өлтірмексің. Ана жігітті босат» дейді Қаныпезер бай. «Сен маған ақыл айтайын дедің бе?» деп бәйбішесін қамшының астына алып соққыға жығады. Қадиша да аймақты билеп отырған Әзімбай деген шонжардың қызы. Айыбы пұшпағы қанамаған Жанай байдың тоқалынан туыпты. Сол түнде Қадиша сенімді 2 жігітін ертіп төркінге кетіп отырады. Мұны естіген ауыл адамдары Қадишаның төркіндері мұның көзін жоятынын сезіп, іштей қуанып, Әлімнің өзіне шынайы берілген сенімді серіктері мен ала аты мен ала тазысы құмай еді. Бірақ ала тазы ажалдан құтқарады деген ой миына кіріп шыққан емес. Күннің ыстығынан жас тері кеуіп, қусырылып, денесін қысып, халі ауырлап бара жатты. Әрі шөл қысып барады. Жанында тұрған судан ішуге дәрмен жоқ. Бірте-бірте әлсіреп бара жатады. Сол кезде қайдан келгені белгісіз құмай келіп, бетін жалап, оң жағына бір,
Сол жағына бір шығып, сәл шоқиып отырады да теріге ауызды салып жіберіп жұлмалай бастайды. Бай кешке қарай екі жігітін Әлімнің қалай өлгенін көріп келуге жібереді. Олар келгенде Әлімнің орнында парша-паршасы шыққан теріні, оның үстінде отырған қаптаған қара құстарды көреді. Жіберген адамдары байға келіп, Әлімді қасқыр жеп кетіпті деп, жұлма-жұлма етіп, тіс жырған терінің пұшпағын көрсетеді. Қап, дейді бай, оған жеңіл өлім болды-ау. Ол тірі жатқанда екі көзін қарға, құзғын шығуы керек еді. Бетіне тары сеуіп тастау есіме келмегенін қарашы депті. Үйде отырғандардың, тіпті қол шоқпарларының өзінің жүрегі зырқ ете түседі. Мынау адам бейнесіндегі қанішер жыртқыш құбыжық екен ғой. Осы уақытқа дейін қалай білмегенбіз, бұдан ебін тауып кетуіміз керек деп ойлайды. Кешегі сойқанда байдың жылқысынан бөліп алып қалған жылқыны жасыруға айдап кеткен Жаппас бұл қанды қырғыннан хабарсыз еді. Жылқыны Ұлытаудың бір тарасына жасырып, ауылдың жағдайын біліп, қайтайын деп келсе, о тоба, ауылдың орнында күл, әлі жанып бітпеген кездер ғана бықсып жатыр. Шала жанған адамдар өліп жатыр. Ол атынан түсе қалып, тізелеп отырып бетін басып, жас балаша өкіріп жылай береді. Бір кезде, Жаппас көке, есіңізді жиыңыз. Енді жылағаннан ештеңе шықпайды. Болған іске болаттай болайық. Бұлаққа барып, бетіңізді жуыңыз деген нәзік дауысқа жалт қараса, ауылдың малын бағатын бөлтіріктің кішкентай қызы Құралай екен. Шырағым-ау, мына ауылға не болған, Әлім қайда дейді. Сосын айтамын, тұрыңыз деп қолтықтап, бұлаққа бетін жуғызып, оқиғаны кәдімгі үлкен адамдардай тәппіштеп айтып береді. Өзінің бір шұңқырға жасырынып аман қалғанын, қостан шыққан әкесі бөлтірікті, шешесі Құлпынайды ұрып өлтіргенін, Әлімді байлап әкеткенін, ауылдың малын тігерге тұяқ қалдырмай айдап әкеткенін айтады. Ендігі жұмысымыз өлтіріп тастай қойған жоқ шығар, Әлімді ебін тауып құтқаруымыз қажет. Көке, әрекет етейік деді. Жаппас кіп-кішкентай қыздың бір түн ішінде осыншама есейіп қалғанына, ересек, есті адамның сөзін айтып отырғанына қайран қалады. Сен ертең өскенде ел анасы, ақылды әйел боласың ғой деп ойлайды. Сол анамыз кейін 8 жыл болыс болып ел ұстапты. Екеуі уақыт оздырмай бір атқа мінгесіп байдың ауылына тартады. Жолда жайылып жүрген бір үйір жылқыдан 2 ат ұстап, біреуін жетекке алып, түнделетіп жүріп келеді. Байдың ауылына таяғанда, Жаппас көке, қазір бір тасада аттармен қала тұрасыз. Мен ауылға барамын. Кішкентай балаға ешкім назар аудара қоймайды. Сөйтіп, ретін тауып, Әлімнің жағдайын, өлі тірісін, тірі болса қайда екенін біліп келемін. Сонан соң жағдайға қарай әрекетке көшеміз дейді. Мына қыз Жаппасты тағы таңғалдырды. Шашы ұйпа-тұйпа, беті кірғожалақ болып жүретін қыз бала еді. Бұдан мұндай ақылды сөз шығады деп кім ойлаған? Саған осынша ақыл қайдан келіп жатыр? Әлі ана сүт аузыңнан кетпеген баласың ғой дейді Жаппас. Көке, Әлімді тауып, құтқарып алсақ, бұл сұрағыңыздың да жауабын сол кезде аласыз дейді. Бұлар бір қойшыға кездеседі. Қойшы далада жүр екен. Түнделетіп жүрген бұл қайсың деп айқай салады. Бұлар алыстан келе жатқан жолаушылар екенін, Әлім деген жиендерін іздеп келе жатқанын айтады. Қойшы үндемей біраз тұрады. Сендерге не айтарымды білмей тұрмын депті. Өлсе өлгенін, тірі болса көргеніңізді айтыңыз. Ауылын өртеп жіберіпті. Оны білеміз дейді Құралай. Мен көргенде тірі еді. Қазір білмеймін. Оны бұзаудың терісіне салып, адырға апарып тастағанын айтады. Сенің жаның бір ауылдың адамының жанынан арыстай азаматтың жанынан артық па? Тірі болса барып, босатып жібер. Алла разы болар. Өлсе оны көріп қайт деп әйелім маза бермей, барайын деп шығып едім дейді.
бұл үшеуі де орнын сипап қалады. Парша-парша болып жатқан теріні көреді. Не болғанын білмей дағдарып тұрғанда, сіз осы жігітті әкеле жатқанда ит көзіңізге түскен жоқ па, дейді Құралай. Қойшы сәл ойланып барып, алыстан бір алатазыны көрген сияқтымын. Иә, анық көрдім, дейді. Сонда Құралай, бізден құмай артық болды-ау депті. Сіз өзіңіз бірге болғандай сөйлеп отырсыз. Мұның бәрін қайдан біле бергенсіз? Айтқан сөздерін өз құлағыңызбен естігенде айтып отырсыз, дедім мен ақсақалға. Сол кезде Сағындық кеңкілдеп күліп алды да, көзім көрмесе де, осы оқиғаны басынан кешірген адамның өз аузынан естігенімді айтып отырмын. Мен сол Әлім мен Құралайдың немересімін. Әжем 87 жасында, атам 95 жасында қайтыс болды. Әжем қайтқанда 8 жаста. Атам қайтқанда 16-ға шыққанмын. Ал Жаппас олардан ертерек қайтты. Ол байдың бәйбішесі Қадишаға үйленіп, бақытты өмір сүреді. Байдан пұшпағы қанамаған Қадиша Жаппастан 2 ұл, 3 қыз, 5 бала тапты. Менің әкем Әлімнің тұңғышы екен. Оған Есен-Аман деп Қадиша ат қойыпты. Есен-Аманнан туған 7 ағайынды едік. Қазір бір қарындасымыз екеуміз қалдық. Нағашымыз Қарауыл, шешем 1959 жылы, әкем 1962 жылы қайтыс болды. Бұл әңгімені атам мен әжемнің, Жаппас пен Қадишаның, сол кезде байдың қолшоқпарларының бірі болған Бүркіттің өз ауыздарынан естідім. Бір ауыз қоспасы жоқ. Не естідім, соны айтып отырмын, шырағым, деді қария. Ал Секет жазаланбады ма, дедім. Ой, шырағым-ау, ондай жауыз жазасыз қалушы ма еді? Қадишаның әкесі Әзімбай бұрын-соңды құлақ естімеген мына сұмдық хабарды естігеннен кейін ауыл ақсақалдарын жинап, ақылдасып, 100 жігіт алып, өзі бас болып Секеттің ауылына аттанады. Олар ауылға келгенде бірде-бір адам Әзімбайдың жігіттеріне қару алып қарсы шықпады. Секеттің сөзін ешкім тыңдамайды. Оны қашпақшы болып жатқанда өзінің қол шоқпары болып жүрген Бүркіт ұстап, байлап тастайды. Әзімбай басқа ешкімге тиіспей, ауыл халқын жинап, Секетке оның қол шоқпарларына, баласына қандай жаза беруді сұрайды. Олар өлім жазасы берілсін деп бір ауыздан айқайлайды. Бұл жиынға жасырынып жүрген Әлім мен Жаппас та, Құралай да естіп келеді. Біреулер Секетті өртеп жіберу керек десе, енді біреу өлтіріп көмусіз тастау керек деп әртүрлі пікірлер айтады. Ақсақалдар бұларға қандай жаза берсе де лайық екенін, бірақ соның қай түрін қолданарын білмей отырып қалады. Сол кезде ортаға менің әжем суырылып шығып, Әзімбайдың алдына барып, тізерлеп отыра қалып, 2 қолын кеудесіне қойып, дат тақсыр, дейді. Датың болса айта ғой, дейді. Ел қаршадай қыздың ісіне таң қалып. Не айтар екен деп сілтідей тынады. Сонда жас қыз, уа қалайық, ардақты аталарым, ата тұрып ұл сөйлегеннен без, ана тұрып қыз сөйлегеннен без деген мақалды білемін. Менің әкем де, анам да, ауылым да, бауырларым да осы жауыздықтың құрбаны болды. Азалы ауылымыздың жазықсыз өлген жандарды аза тұтпақ түгілі, осы уақытқа дейін өлігімізді жерлей алмай жасырынып күн өткіздік. Иә, бұл ештеңемен салыстыруға болмайтын жауыздық. Секетті Әлім мен Жаппас үшеумізге беріңіздер, оның жазасын өзіміз берейік. Ал баласы Жанай әкесінің айтқанын істейді. Ол оның балалық парызы еді. Ол сол парызын орындады. Оған кешірім жасалса, ал қол шоқпарлары күн көріс үшін, отбасын асырау үшін мына сұмырайдан қорыққанынан, амалсыздан қылмысқа барды. Олар өлім жазасынан босатылып, ауылдан аластатылса деймін. Байдың малының 1/3 бөлігі сол ауылдың тірі қалған үшеумізге берілсін. Қалған бөлігі, бүкіл дүние мүлкі Қадиша анамызға берілуі керек. Артық айтсам ашынғандығым болар.
Сіздердің алдарыңызда сөйлегенім ашынудан ашылғаным болар. Халқымнан ел билеген ақылшы аталарымнан кешірім сұраймын депті. Әзімбай, шырағым, ел аузында жүрген жас боларсың. Өскенде елдің анасы, әлсіздің панасы болайын деп тұр екенсің депті. Содан бастап әжеміз би ханым атаныпты. Ел азан шақырып қойған атын Құралай екенін ол кісі қайтқанда бір-ақ білдік, деп әңгімесін аяқтады. Иә, мен бұл жердің Қандыбұлақ деп аталуына, осы қанды оқиғаның өзек болғанына күмән келтіргенім жоқ. Назарларыңызға үлкен рахмет. Өте мағыналы, керемет әңгімелер. Егер әңгіме ұнаған болса, сіздерге арнама тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Лайк, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар.